Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы кемеге отырып көрдің бе? Жаңа сөздермен таныс болыңдар. Жолдама, сақтан, сәтті, зымырандай, жедел. Жазылым тапсырмасы. Бірінші тапсырма. Жолаушы көліктері тақырыбы бойынша кластер құр. Жазылым тапсырмасы бойынша бағалау кестесі. Жолаушы көліктері тақырыбына кластер құрады 1 ұпай. Кластерде әуе жол су көліктері қамтылады 1 ұпай. Сауатты жазады 1 ұпай. Екінші тапсырма жағдаят айтылым тапсырмасы. Жолдамамен шипажайға баруың керек еді. Жарты жолға келгенде шұғыл түрде кейін қайтуыңа тура келді. Бірақ пойызға билет жоқ. Ұшаққа билет алуға ақшаң жетпейді. Не істейсің? Бағалау парағы. Жағдаятта берілген мәселе, оны шешу жолдары туралы айтады 2 ұпай. Сөйлеу сауаттылығын сақтайды, төл дыбыстар дұрыс айтады 2 ұпай. 7-8 сабақтар. 3 тапсырма. Кеме мұхитта не теңізде жүзетін, жүк не жолаушы тасымалдауға арналған көлік. Алғашқы кезде адамдар суда жүзу үшін ағаштың діңін пайдаланған. Кейін ағаш діңінен ойылып жасалған қайықтарды қолданды. Бұлар ескектің көмегімен қозғалысқа келтірілді. 15 ғасырдан бастап ескектің орнына желкен пайдаланыла бастады. Дөңгелегі бу күшімен айналатын алғашқы кеме 1802 жылы Англияда, 1807 жылы ақш-та, 1810 жылы Ресейде жасалды. 19 ғасырдың екінші жартысынан бастап кеме жасауда темір құрылғылар қолданылды. Жүк таситын кемелермен алыс елдерге кен байлықтары мен түрлі көліктерді де сатқан. 3 тапсырма. Тыңдаған мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. 1 сұрақ. Кеме қандай көлік? 2 сұрақ. Адамдар суда жүзу үшін алғашқыда нені пайдаланған? 3 сұрақ. Қайық ненің діңінен жасалады? Бағалау парағы. Мәтінді тыңдап, сұрақтарға жауап береді 2 ұпай. Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтайды 1 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.